Қайырлы күн, олар әлемнің оқырмандары. Видео басымас бұрын лайк басуды ұмытпаңыздар. Футбол тек миллиондар ойнайтын ойын емес. Футбол мыңдаған драма мен орнама армандардың алаңы. 2026 жылғы әлем чемпионатының алдында бүкіл ғаламшар бір ғана нәрсені тіледі. Миллиондаған жанкүйер іштей. Осы жолы Криштиану Роналду немесе Неймар кубокты көтерсе екен деп дұға қылды. Осы екі ұлыңыздың бірі тарихтың ең биік шыңына шығып, алтын кубокты басына асырып, карьерасын әдемі аяқтайды деп сендік. Бірақ бұл футбол өмірдің өзі сияқты. Ол тым қатал, ол тым әділетсіз. Ол ешкімнің атағына, өткен шағына, еңбегіне, жанкүйердің көз жасына қарамайды. Кеше түнде бір көзіміздің алдымызда бір үлкен ертегі тас алқан болды. Bir емес, екі бірдей дәуірдің символы айналасы 24 сағаттың ішінде әлем чемпионатымен мәңгіге қоштасты. Неймар мен Роналду олар соңғы секундына дейін тырысты. Олар алаңда жандарын берді, бірақ тағдырдың жазуы басқа еді. Бүгін біз осы екі аңыздың соңғы шайқасы, олардың жүрегінде екінші және футбол тарихында қалдырған өшпес ізі туралы сөйлесетін боламыз. Алдымен Бразилиядан басайық. Неймар Джуниор. Оны біреулер ерке деді, біреулер құлады деп кінәлады. Бірақ оның футболға келген сиқырын ешкім жоққа шығара алмайды. Ол Пеленің елінен шыққан соңғы нағыз жағажай футболының өкілі. Доппен сиқыр жасайтын еркін суретші еді. Оның мансабында жарақаттар көп болды, бірақ ол 2026 жылғы әлем чемпионатының өзінің ең соңғы мүмкіндігі екенін біліп келді. 1-8 финал. Бразилия Норвегияға қарсы. Қағаз жүзінде бәрі Бразилияның фаворит санады, бірақ алаңда мүлде басқа сценарий өрбіді. Норвегиялықтар темірді тәртіппен қорғанды, ал олардың алғы шебіндегі Эрлинг Холланд кез келген қателікті аңдып тұрды. Осы ойында Неймар не істемеді десеңізші, ол допты алған сайын қарсыластың 2-3 қорғаушы үстіне жабылды. Оны аяусыз тепті, құлатты, шалды, бірақ Неймар бұрынғыдай төрешек шағымданып жатпады. Ол бірден тұрып допты алып қайттан алға ұмтылды. Ол соңғы минутқа дейін тырысты. Оның көздерінен кубокқа деген, жеңіске деген сұмдық аштық көрініп тұрды. Ол Бразилияның шабуылына жалғыз өзі сүйреді. Тіпті соңғы минуттарда пенальтиде суыққандылықпен соғып, үміт отын жақты. Бірақ футбол ұжымдағыдай емес. Бразилия қорғанысынан сыр берді, ал Норвегия өз мүмкіндіктерін ұстынан шығармады. 2-1 төрешінің ысқырына естілгенде Неймар алаңға отыра кетті. Оның көзіндегі жас бүкіл Бразилия халқының көз жасы еді. Ол матчтан кейін бұл менің ұлттық құрамдағы ең соңғы ойыным. Мен барымды салдым, бірақ бәрі аяқталды деп ресми түрде карьерасын аяқтады. Самбо сиқыршысы соңғы деміне дейін шайқасты, бірақ тағдыр оған әлем кубогын бұйыртпады. Мүмкін бірінші пенальтиді басқа ойыншыға бергенде сол пенальтиден гол салынар еді, тіпті Неймар. Себебі Неймарды қатты ойналмай дегеннің өзінде екінші пенальтиде гол салған еді. Неймардың қасіретінен кейін барлық назар Португалия мен Криштиану Роналдуға аударылды. 41 жас, ойлап қараңызшы, 41 жаста кәдімгі адамдар диванда демалып отырады. Ал Роналду әлемнің ең жоғары деңгейде 20-дағы жас жігіттермен иық тіресіп, өз елінің намысын қорғап жүр. Ол осыған дейін 6-1 әлем чемпионатында гол салған жалғыз футболшы ретінде тарихқа кірді. Оның мақсаты тек қана алтын кубок еді. Бірақ 1-8 финалда олардың мәңгілік қарсыласы Испания күтіп тұрған болатын. Бұл жай ғана ойын емес, нағыз қанды майдан болды. Испания допты бақылауда ұстап Португалияны шаршатты. Ал Криштиану Роналду ол алаңда секунд сайын жүгірді. Ол қорғанысқа да көмектесті, шабуылға да шықты. Ол өзінің ешқандай робот емес, етпен сүйектен жаралған адам екен, бірақ жүрегі темірден екенін дәлелдегісі келді. Роналду ойын бойы сексен айқайлаумен, оларға алға үгіттеумен болды. Ол әрбір жоғалған доп үшін жанын пида етуге дайын болды. Бірақ уақыт деген немсіз дерт екен. 41 жастағы аңыздың денесі бұрынғыдан ұшқыр емес еді. Сәл ғана жылдамдық жетпеді, сәл ғана сәтсіздік кедергі болды. Испания соңғы минуттарда жалғыз гол соғып кетті, 0-1 есебімен. Ысқырық соғған сәтте Роналду стадион ортасында қатып қалды. Ол көкке қарады. Оның көзқарасы неге мен бәрін істедім ғой, неге тағы да сәтсіздік деген сұрақ оқуға болатын еді. Оның трибунасында дәлізге жылап бара жатқан кадрсы бүкіл әлемді шарлап кетті. Бұл ұлы империяның құлауы еді. Роналду өз уақытында бұл оның соңғы әлем чемпионаты екенін растады. Енді ойланып көрейікші, неліктен футбол құдайлары осы екі аңызға тым қатал болды. Лионель Месси 2022 жыл Қатарда өз арманына жетті. Ол футболды толық бағындырды, а Роналду мен Неймаршы неге бұл бақытта мақрұм болды? Олардың жолы ұқсас, екеуі де өз құрамаларының басты үміті, басты қысым көтеретін тұлғалардың бірі. Неймар Бразилияда әрқашан Пеленің көлеңкесінде жүрді. Одан тек қана жеңіс талап етілді. Ол жарақаттан көз ашпаса да құрама үшін жанын салды. Бразилия тарихында ең көп гол соққан ойыншы атанды. Бірақ оның айналасында 2002 жылғыдай Роналду, Ривальдо, Роналдиньо сияқты алыптар болмады. Ол жалғыз жауынгер еді. Ал Криштиану Роналду ол еңбекқорлықтың, мінездің үлгісі. Ол Португалияны 2016 жылдың Европа чемпионы қылды. Ол мүмкін емес нәрсені бәрі мүмкін етті. Бірақ әлем чемпионаты бұл мүлдем басқа деңгей. Бұл турнирде тек қана бір адамның бірлігі жеткіліксіз.
Кеше түнде Роналду мен Неймар жеңілген жоқ. Олар футболдың заңына бағынды. Олар әлем кубогынсыз кетуі олардың ұтылғанын төмендетпейді. Златан Ибрагимович айтқандай, кейбір ойыншыларға кубок керек емес, керісінше кубоктың өзі сол ойыншыларға мұқтаж. Роналду мен Неймар әлем кубогын ұтпаса да, олар миллиондаған баланың жүрегін жаулады, футболға деген махаббатты оятты. Иә достар, біз ресми түрде бір дәуір аяқталғанына куә болдық. Роналду мен Неймар өтетін келесі әлем чемпионаты бұрынғыдай болмайтыны анық. Олардың орнын жас таланттар басар, жаңа рекордтар орнатылар. Бірақ Криштиану алаңдағы айбатты мен Неймардың доппен жасаған финттері біз сағынатын боламыз. Олар соңғы секундына дейін тырысты, соңғы деміне дейін күресті. Олар бізге әрқашан бермеуді үйретті. Біз үшін оларға тек алғыс айтуымыз керек. Рахмет саған Криштиану Роналду, рахмет саған Неймар. Сендер сыйлаған ертегі үшін рахмет. Достар, сендер бұл қошасы туралы не ойлайсыңдар? Сендеріңше бұл екі аңыздың қайсы әлем кубогына лайықтар еді? Роналду ма әлде Неймар ма? Өз пікірлеріңізді міндетті төменге жазып кетіңіздер. Егер видео жүректеріңізге жеткен болса, каналға жазылып лайк басып, футбол сүйер достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.